Бүгін біз сіздермен бірге осындай әдемі, дәмді, жұмсақ болып шығатын пончиктің рецептісімен бөлісетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, бізді қолдай кетіңіздер. Ал ендеше қамырымызды илеп алайық. Ол үшін бізге ұн, сары май, ашытқы, жұмыртқа, қант және сүт керек болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып алайық. Бұның үстіне қантымызды салаймыз. Аластамыз. Бұның үстіне ашытқымызды саламыз. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Бұның үстіне сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға ұнымызды саламыз. Сөйтіп, жақсылап қамырлаймыз. Мінекей, қамырымызды илеп алдық. Енді бұның бетін жауып, 1,5-1 сағатқа қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз ойдағыдай көтерілді. Енді осыны жаятын боламыз. Мінекей, біз қабырымызды осындай 5 мм көлемінде жайып алдық. Енді осындай домалақ стақандармен домалақ пішін жасайтын боламыз. Мінекей, мен осындай қамырларымды домалақ пішінмен кесіп алдым. Енді бұны осындай пленкамен бетін жауып, 15 минутқа тағы көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей, біздің пончиктарымыз осылай көтерілді. Енді осындай насадкамен немесе осындай кішкентай заттармен ортасын тесетін боламыз. Міне, біз ортасын осылай тесіп алдық. Енді бұны фольганың үстіне қоямыз. Фольганың үстіне қойған себебіміз, бұл өзінің формасын жақсы ұстап тұрады. Бұл фольга болмаса, бұның орнын пергамент қағазымен алмастыруға болады. Енді пончиктерімізді қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пончиктеріміз пісті. Енді бұны майдан шығарып аламыз. Мінекей, мен осындай пончиктерімді осындай үлпілдер қылып пісіріп алдым. Енді бұның бетіне Қазақстан шоколадпен сары майды қысқа толқынды пеште ертіп аламыз. Мінекей, мен шоколадымды ертіп алдым. Енді пончиктарымызды шоколадқа батырып аламыз. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Өзіңіздің қалауларыңызбен әсемдейсіздер. Мінекей, мен пончиктерімді әрлеп алдым. Насыпкамен, орехпен, миндальмен әрледім.
Бұлар өте күшті, дәмді, жұмсақ болып шықты. Үй жағдайында жасасаңыздар болады. Рецептіні сақтап алыңыздар. Бізді қолдап каналымызға тіркеліп кетіңіздер.